Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы ұлы тоқырау дағдарысы. Сабақтың оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, детальді ақпараттарды анықтау. Тақырып бойынша сөздердің маңызды бөліктерін дұрыс жазу. Жеке сөздер бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер. Оқушылар, сұрақтарға жауап береміз. Не себепті таза энергияны дамыту идеясы пайда болды? Балама энергияға не жатады? Әлемде көптеген елдер не себепті балама энергия көздерін пайдалануда? Олар қандай елдер? Күн энергиясы деген не? Адамзат күннен жерге келетін энергияның қанша бөлігін пайдаланады? Бірнеше ғасырға дейін энергетика мәселесін қалай шешуге болады? Біздің елімізде балама энергия көздерін пайдалану үлесі қандай? Есте сақта, балама энергия қоршаған ортаны уламайды, қатер келтірмейді. Баламалы энергия көздеріне күн, жел, су энергиясы, биоотын және геотермалды энергетика жатады. Ал оқушылар, тақырыбымызға қатысты дайындаған видео материалға назар аударамыз. Жер бетіндегі адамзаттың тіршілігі үшін үнемі жылу мен қуат қажет екені белгілі. Осы қажеттілікті қамтамасыз етуде жылдар бойы ормандар кесіліп, жер қойнауындағы табиғи байлық пайдаланып келеді. Алайда жер қойнауындағы көмір, мұнай және газдың қоры күндердің күнде таусылатыны анық. Мұны The World Factbook кітабының авторлары да дәлелдейді. Олардың пайымдауынша әлемдегі мұнай қоры 2052 жылы, ал газ 2065 жылы таусылады екен. Бұл мәселе бүгінде барлық елдерді алаңдатып отыр. Орегон штаты университетінің ғалымдары жаңа құрылғы ойлап тапты. Оның көмегімен теңіз толқыннан энергия алуға болады. Жаңа жасама тек қуат көзін ғана өндіріп қоймайды. Сонымен қатар толқынның тербелісін және биіктігін алдын ала болжауға септігін тигізеді. Балдай тәтті қуат көзі. Британдық микробиологтар бактерияны шоколад фабрикасынан қалған карамель ертіндісімен тамақтандырып отырған. Олар қантты ұнтақтап сутегі түзді. Алынған сұйықтық шағын желдеткіштің жанармайы ретінде қолданылды. Әлемдегі ең қуатты гидротурбина. Бұл электростанция Қытай елінде орналасқан, қуаттылығы 800 мегаватты құрайды. Болашақта станцияға бір жылдан сағатына 30 миллиард киловатт энергия шығаратын қуаттығы жоғары 7 бірдей гидротурбина орнатылмақ. Нәтижесінде аспан асты елі шығысы мен батыс жақтағы қалаларын электр қуатымен толық қамтамасыз етпек. Әлемдегі ең үлкен жел генераторын неміс мамандар ойлап тапты. Ол Германия елінде орналасқан. Қондырғының биіктігі 198 метрді құраса, қалақшаларының көлемі 126 метр. Осындай алыптың қуаттылығы 7,5 мегаваттан артық. Ал оқушылар, бейне материалды көріп болсаңыздар, келесі тапсырмаға назар аударамыз. 8-ші тапсырма. Мәтінді оқып, жинақтау кестесін толтыр. Оқушылар, сіздерге 3 баған берілген. Бірінші бағанға мәтіннен тірек сөздерді теріп жазамыз. Екінші бағанға сол тірек сөзбен байланысты сөз тіркесін жазамыз. Үшінші бағанға тірек сөздің бұрыннан білетін басқа сөзбен тіркесуі жайлы мысал келтіреміз. Келесі тапсырма 11-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөзді қой. Оқушылар, сіздерге 5 сөйлем берілген. Осы 5 сөйлемдегі көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қоямыз. Олар төмендегідей: қоры, балама, дәстүрлі емес, уламайды, қатер. Оқушылар, тапсырманы дәптерлерімізге орындаймыз. Сіздерге сәттілік. Ал оқушылар, осыменен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.